оның қанша. Сонымен қатар жаңа сатып алынатын біздің енді мемлекеттік сатып алуды қанша сынайық мінейік, бірақ мемлекеттік сатып алуды қазір Қазақстанның кез келген азаматы онлайн түрде кіріп, мына затты сен неге мынадай бағаға сатып алып жатсың деп, Қазақстанда бар ондай прецеденттер өте көп. Азаматтар, қарапайым азаматтар көріп отыра алады. Бәрі былайша айтқанда ашық жүріп жатыр, соның өзінен қаншама заңбұзушылықтар тауып, оны жаңа уәкілетті органдарға жіберіп, нәтижесінде ана келісімшарттар бұзылып, болмаса жаңа ақшасы қайтарылып жатырған жағдайлар көп өте. Енді бұл осы мұнай компаниялары, жаңа операторлар, олар осы шарт жасауды зат сатып алады, тауар сатып алады, қызмет сатып алады. Сол кезде соның бәрін жасырын түрде істеп отыр. Оны ашық түрде жасауға қол жеткіздірді. Биыл, мысалы үшін, биылғы 2025 жылы барлығы дәл біздің мемлекеттік сатып алу сайты сияқты ашық түрде жұмыс істейтін болады. Яғни, мысалы үшін, КПО-ны алып қарайтын болсақ, ол 2025 жылға не қалды, қандай баға қалды, қандай компаниядан алды. Егер ол Қазақстанда болатын болса, неғып Қазақстандағы компаниядан алмады деген мәселені ашық түрде қоятындай мүмкіндігіміз бар.